Аскөк тұқымының қандай пайдасы бар? Олардың адам денсаулығына тигізер пайдасы не? Қандай аурулар кезінде көмегі тиеді? Қандай жағдайда қолдануға болмайды? Видеоны соңына дейін қараңыз. Аскөк тұқымын қандай жағдайда қалай қолдану керектігін айтамыз. Каналымыздың дамып, сіздермен пайдалы ақпараттарды бөлісу үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Біз үшін сіздің ойыңыз бен қолдауыңыз өте маңызды. Аскөк шатырша гүлділер тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Ежелден бері отаны негізінен Сирия, Түркия, Үндістан. Аскөк биіктігі 75 сантиметрге дейін жететін өте хош иісті. Бұл бір жылдық өсімдік. Сондықтан жыл сайын жаңа дақылдары егіледі. Аскөк қауырсынды жапырақтар мен түрлі түсті үлкен гүлдерден жасыл бейне жасай отырып оңай өседі. Аскөк дәрілік өсімдік ретінде ежелгі мысырлықтар кезінде пайдаланды. Қазіргі заманда дәрілік аскөк тұқымын дәрі ретінде қолдануға кеңес береді. Аскөк сонымен қатар іштің ісінуімен күресуге және ішектің шамадан тыс газын сыртқа шығаруға көмектеседі. Медицина саласында аскөк көбінесе тау ауруы деп аталатын дәрі ретінде ұсынылады. Аскөк тұқымы бұл аскөк өсімдігінің ұзын, бозғылт және жасыл немесе қоңыр тұқымдары. Олардың тәтті дәмі мияның тамырына ұқсас. Бұл көптеген адамдар қолданатын аскөк өсімдігінің әртүрлі бөліктерінің біреуі. Сонымен қатар тұқымдарды кептіріп немесе ұнтақ күйінде қолдануға болады. Аскөк тұқымдарын әр адам денсаулығына байланысты әрқалай қолданады. Оларды тамақтан кейін шайнайды немесе қантпен араластыру арқылы қабылдайды. Дегенмен бұл тұқымдар талшықтарға өте бай, яғни сіз оларды қабылдағаннан кейін олар іш қатуға көмектеседі. Тұқымдардағы майлардың үлесі өсімдіктің өзінде болатын майдың үлесінен өте көп. Сондықтан оны рецептіңізге қосқыңыз келсе, бір ас қасық жеткілікті болады. Тұқымның қабынуға қарсы және микробқа қарсы тұрарлық қасиеттерінен басқа да таңғажайып түрлері бар. Оны алдағы уақытта білетін боласыз. Каналымыздың дамып, санымыз артып, алға қойған мақсаттарға жетуім үшін сіздерден өтінішім бар. Қазақша арнаны қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды сұраймын. Сонымен бұл тұқымдарды қалай пайдалануға болады? Сіз тұқымдардың пайдасын, ағзаңызға керегін алғыңыз келуі мүмкін, бірақ оларды қалай пайдалану керектігін білмейсіз бе? Ендеше мұқият тыңдаңыз. Оларды, яғни тұқымдарды төмендегі жолдардың кез келгенімен шайға немесе суға қосуға болады. Ең алдымен тұқымдарды шайға қоспас бұрын майлары мен дәмін барынша пайдалану үшін оларды толығымен ұнтақтап немесе ұсақтаңыз. Бір шай қасық ұсақталған аскөк тұқымының үстіне ыстық суды құйыңыз. Егер нанмен араластырып жегенді ұнататын болсаңыз, қамырға біраз қасық аскөк тұқымын қосыңыз. Осындай үш тәсілмен тұқымдарды барынша пайдалануға болады. Бұл тұқымдарды тағамға немесе шайға пайдаланудан басқа, сіз оларды дүкен сөрелерінен немесе интернет дүкендерінен әртүрлі қоспалар түрінде сатып ала аласыз. Аскөк тұқымдарының сіздің денсаулығыңызға тигізер пайдасы. Құрамында өсімдік қосылыстары бар дәндер жүрегіңізді жақсарта алады. Аскөк тұқымдары сіздің жүрегіңізге пайдалы болуы мүмкін. Жүрек ауруы ағзада холестерин деңгейінің төмендеуімен байланысты. Талшыққа бай тағамдарды тұтыну жүрек ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектеседі. Күніне 7 грамм талшықты қабылдау жүрек ауруының даму қаупін 9%-ға азайтады. Осыншалықты пайдасы үшін тұқымдарды шайға немесе тағамға неге қоспасқа? Сонымен қатар аскөк тұқымдарының сау жүрекке пайдалы кальций, калий және магний сияқты маңызды минералдарды бере алады. Құрамында бактерияға қарсы қасиеті бар бұл тұқымдар сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін әртүрлі бактериялардан қорғайды. Аскөк тұқымын тамаққа қоссаңыз, тамақ дәмі өзгереді. Сонымен бірге тәбетіңізді жоғалтып алмай сақтауға көмектеседі. Түскі ас алдында бір қасығын қабылдасаңыз, тамаққа тәбетіңіз азаяды. Нәтижесінде сіз аз калория аласыз. Тәбетіңізді басуды ойласаңыз,
аскөк тұқымдарын қолданып көріңіз. Бұл қарапайым тұқымдарда көптеген пайдалы заттар, кальций, эфир майлары, селен, мырыш, темір, марганец, пальма қышқылы, олеин қышқылы, лимон қышқылы, флавоноидтер, фосфор, А, Б, С дәрумендері, мыс, магний, натрий бар. Халық емшілері бұл тұқымдардан ежелден бері ұйқы шақыратын, өтті айдап бауырды емдейтін, балалы әйелдерде сүт тапшылығы болған жағдайда сүтті шығаруға дәрі ретінде қолданып, мықты тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымдарынан дайындалатын дәрі рецептерін назарларыңызға ұсынамыз. Қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Аскөктің ұнтақталған дәнін бір шай қасықпен алып, бір стакан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдысқа салып, 1 сағат бұқтырады. Ішіңіз жүрмей қатқан кезде 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Зәр жүрмей қиналсаңыз, ұнтақталған аскөк тұқымынан 2 қасық, ырғай тамырынан ұнтақталған 3 қасық, жантақ шөбінен 1 қасық, алоенің құрғатылып ұнтақталған жапырақ үгітіндісінен 1 ас қасық алып, қайнап тұрған суға салып, жабық қазанда жарты сағат ұстайды. Дәрі дайын болған соң 1 ас қасықты тамақ алдында күніне 3 рет ішеді. Емделу барысы 15 күн. Ұйқыңыз қашып, көңіл-күй болмаған кезде бұл рецепт сізге көмектесуі мүмкін. 1 стакан аскөк тұқымын салып ұнтақтап, оған 2 қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады. Жарты литр кагор шарабына салып 20 минут ақырын қайнатамыз. Дайын болған тұнбаны 2 сағат бұқтырып алып, ұйықтар алдында сүзіп 50 грамм ішу керек. 7 күн ішіңіз. Несеп жолдарының ауруына зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымынан 1 стакан қайнап тұрған суға салып 30 минут жабық қазанда бұқтырып, 1 қасықтан күніне 5 рет ішеді. Ежелден қолданылып келген аскөк тұқымын сізде қолданып, денсаулығыңызды мықты болуына әсер етіңіз. Барлық нұсқауларды дәрігерлердің рұқсатымен қолданыңыз. Деніңіз сау болсын. Арнаға жазылып қолдау көрсетіңіз. Сіздермен бірге шипагер арнасы.